Баланы тоқтатып, бұл саяси қудалау. Елдің мазасын алып, мына жерде пост ашып қойған. Таныстырасыз өзіңді. Өзің таныстырасыз? Полиция капитан Жарылқасын Бердібек. Міне осы постоянно осы мен баланы тоқтатып, бұл саяси қудалау. Елдің мазасын алып, мына жерде пост ашып қойған. Ит секілді байлап қойған мына жерге бұлар. Не ішіне кіре алмайды, есігін ашпайды, істеп тұр дейді. На самом деле незаконно тұрғандары күнделікті дәл сендерден бар ғой, осы көмек керек жоқ енді. Болды. Түсіндік сендер. Иә, машина алып келеді. Эвакуатор не істейді? Мен сонда сабаған тұраймыз, өбіткізіп тұрсыңыз солай. Мына Назарбаев Тоқаевтың жүйесінің адамдары нелері ғой, иттері кәдімгідей. Қазақ халқы мынандайларды бар ғой, болашақта бұларды баршы кәдімгідей жауаптарын береді бұлар бар ғой бір. Аман. Кім деген? Опойын деген күнде міне. Сендерде деген басталған, барьер басталған аға. Круглый год қой сендерде. Опойын деп тоқтата бересіңдер. Бір ят деген бола ма? Мына жерде міне подряд тоқтатпаған ғой мәшіндерді міне. Түгел бірақ мына жерде міне. Жеңіл мәшінің бәрі міне біз өшіріп өтірміз мына жерде. Міне мына газелді тоқтатып алдым мысалы. Міне мысалы мәшіндерді тоқтап тұр мысалы. Осы дұрыс па мысалы? Мынау негізі пост деген нәрсе істемейтін нәрсе башы. Ешқандай есігі ашылмайды, ішіне кірмейді мысалы адамдар. Кәдімгідей подряд тоқтатып, халықтың мазасын алып тұрады міне осылайынан. Мен тағы да өзімді көрсетіп салайын, мен азаматтық белсенді боламын, Нұрхан Руслан деген. Осылайынан міне бұлардың подряд тоқтатып қандай құқылары бар. Опойын деген мына Шығыс Қазақстан, мына Өскемен Ұлан ауданының посты мынау. Мына опойын деген нәрсе вообще бір бітпейтін нәрсе. Күнді тоқтатады адамды. Күнді опойын. Не деген бітпейтін опойын? Мал ұрлығы дейді. Мал ұрлығы болса, ол ұрлықшылармен дұрыстап соларды ұстасын. Халықтың қанша жазығы бар. Каждый ұрлық болып жатыр екен деп не, каждый сонда түгел нелер тоқтата беру керек пе? Түгел мәшінді подряд или бүкіл халықты бұлар ұры көрем әлде? Бұның бәрі жала мысалы, жазықсыз. Міне мысалы, мына газелді тағы да тоқтаттым. Осылайна міне. Мәшіндерін бәрін тоқтатып. Бұларда вообще ұят жоқ. Мынау пост деген нәрсе, мынау молодежныйдағы. Мына пост өтірік нәрсе, бұл ашылмаған істемейді нәрсе. Мәшіндерін алдарына қойып алғанда, міне мен келмеймін, видео түсіре бастаймын, бәрін жібере бастадым. Мынау пост деген нәрсе, ішінде не есігі жоқ, түгі жоқ. Кәдімгідей пайдаланып, осы постты пайдаланып, кәдімгідей хотя бы ішін асып, екінші этажына шығып бәрін көріп отырса жарайды, бір сәрі онда түсінемін мен. Алам, өте берсеш, мен тоқтатты ғой. Қоя берді, мен түсіріп тұрмын, өзімдікін айтып тұрмын мен. Өте беренді саған бір өтпе деп тұрмын. Онша неге тоқтатасыңдар өтіп? Сендер сонда бүкіл халық ұрлықшы ма не? Бүкіл халық ұрлықшы көресіңдер ме сонда? Машинызды алып тұрсаңыз. Алып тұрсаң мен тоқтаттыңдар ғой. Тоқтатқан мен видеоны түсіріп жатырмын. Машинызды алып тұрсаңыз. Сонда бүкіл халықты ұры көресіңдер ме? Руслан мен естімін. Алып тұрсаң мен. Сізге адамша айтып отырмыз. Енді неге тоқтатасыңдар сендер? Енді мал ұрлығымен опойын жүріп жатыр. Біз сол сияқты. Сонда біз халық ұрлықшымыз ба деймін? Сізді ұрлықшы деп тұрған жоқ. Енді сонда бәрін тоқтатып сонда жана мына жерде қырылмай 10 шақты машина тұрған мына жерде. Мал ұрлығымен ұрыспай-ақ машинаңызды алып тұрсаңыз. Бұлар осы міне күнде халықты ұры көреді кәдімгідей. Біз ешқандай ұры емеспіз біз халық. Біз бейбіт түрде өмір сүріп, өз күнімізді өзіміз көріп жатқан адамдармыз мысалы. Халықпыз. Мына баланы тоқтатып алған, бейшара шырылдап тұр қазір, не істерін білмейді бұл.